Ва инна мин ибадиллахи ла унасан. Сөзсіз Аллах тағаланың құлдарының ішінде бір адамдар бар дейді. Ма хум би анбия. Бұлар пайғамбарлар емес дейді. Вала шухада. Бұлар шахидтер де емес дейді. Яғбитухумул анбия ва шухадау би маканихим мин Аллахи яумал қияма. Алайда қиямет күні тіпті пайғамбарлар мен шахидтердің өздері бұларға берілген дәрежеге қарап таң қалады деген. Қараңыз, бұл не деген нәрсе? Абу Даудта келтірілген осы сахих хадис мысалы. Сонда өзіңіз ойлаңыз, сонда сахабалар таң қалып кетеді. Я Расулулла, ахбирна бихим, я Раб, Аллахтың елшісі, бізге хабар беріңізші олар туралы. Солай болғымыз келіп кетті. Сонда пайғамбарымыз қалаңыздар қалай айтады? Хум қаумун, бұл қарапайым адамдар дейді. Тахаббу би рухиллахи. Бірақ бір-біріне дейді, сезімдері таза болған. Бір-бірін Алла берген, Алла тағала сыйлаған имани күшпен жақсы көрген дейді. Көрдіңіз бе? Сосын нәрсені баяндайды. Ала гойри амуалин архамин байнахум. Ешқандай туысқандық байланысты жоқ дейді араларында. Вала амуалин ятаатаунаха. Сондай-ақ бір бизнесте байланысты тұрған жоқ дейді бұларда. Бір-біріне мал беріп, мал алысып жүрген адамдар да емес дейді. Ва инна уджухахум ла нур. Сөзсіз бұлардың жүздері қиямет күні нұр болады дейді. Ва хум ала нур. Сондай-ақ бұлар нұрға бөленеді дейді. Нұр мәртебесіне мінгізіп қояды дейді Алла тағала. Ла яхафуна иза хафан насу. Бұлар қорықпайды адамдар қорыққан кезде. Ва ла яхзануна иза хазина насу. Сондай-ақ бұлар қайғырмайды адамдар қайғырған кезде дейді.